Құрметті достар, мен сіздерге жаңа сөз үйрететін боламын. Міне, big, ол деген үлкен. Small, ол деген кішкентай. Ал long, ол деген ұзын. Және wait, ол деген ескі. Hue, ол деген жаңа. Hue, ол деген жаңа деген сөз. Енді сіздерге my family дегенді айтып берейін. My family ол қазақшада менің отбасым. Grandpa, ата. Grandma, әже. Dad, әке. Mom, ана. Brother, аға. Sister, әпке. Қарындасым либо әпке. Ал dad оны father деп айтуға болады, басқасыдай. Momды mother деп айтуға болады. Енді біз мектеп алғынсын нәрседе өтеміз. Мектепте болатын. Дәптер, notebook. Карандас, pencil. Сызғыш, ruler. Пенал, pencil case. Сумка, ол деген school bag. Қалам, ол pen болады. Енді біз алады өтеміз. I'm деген ол мен. You are сендер. He is ол ұл. She is ол қыз. We are біздер. They are оралдар болады. Бүгін енді an өтеміз. An. Міне. Міне an. Ол енді дауыссыз әріп. Ол дауыссыз дыбыстан басталатын зат есімдер алдында жазылады деп солай жазылады. Ал ға B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, Q, X, Y, Z жатады. Ал N дауысты дыбыстан басталатын зат есімдер алдында жазылады. Міне. N-ға жатады, I жатады, I жатады, O жатады, Ö жатады, U жатады. An apple. Бұл солай N-да an apple, an elephant, an ice cream, an octopus, an umbrella. Ал a book, a cat. Al a helicopter, a watermelon, a train деп істеледі. Бүгінге бітті. Сау болыңдар.